Сәлем баршаңызға. Дертке шипа каналы. Бүгін түймедақ, ромашка жайында керек кеңестер мен ақпараттар аласыздар. Арнаға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер. Каналдың дамуына үлесіңізді қосыңыз. Түймедақ қабынуға қарсы және тыныштандыратын қасиетке ие өсімдіктердің бірі. Оның көп жағдайда зиянын гөрі пайдасы басымырақ. Әсіресе мынадай жеті жағдайда дәріханаға жүгірмей-ақ түймедақ шайын ішіп алуға болады. Ұйқы бұзылса. Түймедақ ұйқы бұзылуын қалыпқа келтіріп, түніңізді тыныштандырады. Ғалымдар түймедақ шайымен қатар эфир майының да дәл осылай әсер ететінін зерттеген екен. Түймедақ құрамындағы заттар мидағы нейрондардың белсенділігін төмендетіп, ұйқыны шақырады. Ал эфир майымен тыныстаған уақытта қандағы адренокортикотропты гормонның деңгейі төмендеп, ұйықтауға септігін тигізеді. Ұйқы қашқанда осыны еске алсаңыз болғаны. Түймедақ шаймен көзіңіз тез ілініп тыныш ұйықтайсыз. Бел ауырса. Бел аурулары жарықтың пайда болуынан ауруы да мүмкін. Алайда көп ретте бел бұлшықеттеріне ауыр салмақ түскенде адам осындай күй кешеді. Сондықтан да бел ауруы мазаласа ваннаға кептірілген түймедақ пен лаванда майын құйыңыз. Ол үшін бір стақан түймедақты ванна жағы жылы суға салып, 2 ас қасық магний тұзы мен 5 тамшы лаванда майын тамызасыз. Ваннаға түсіп 10-15 минут жатыңыз. Тұз бен түймедақ бұлшықеттерді босаңсытып ауырғанын басады. Түймедақтың гүлінен жасалған дәрілердің жел шығаратын, қабынуға қарсы әсер ететін, тер шығаратын, ауырған жерлерді тыныштандыратын, денедегі бұлшық еттердің тырысуына қарсы әсер ететін қасиеттері бар. Сонымен қатар қан тоқтататын, микробты жоятын, өт айдайтын, етеккірдің келуін реттейтін дәрі ретінде де қолданылады. Түймедақтың құрамында бактерияға қарсы әсері бар флавоноидтар мен азулендер бар. Сондықтан түймедақ шайы цистит пен генитурарлық жүйенің ауруларына, пиелонефритке қарсы профилактикалық және емдік құрал ретінде жақсы. Ол мигреннен арылтады, холестерин мен қандағы қантты төмендетеді, жүрек бұлшықетін күшейтеді. Түймедақ шайы диетадағы адамдарға пайдалы, себебі ол токсиндерді кетіреді және дененің қорғаныш функцияларын қамтиды. Оны жеткіліксіз тамақтану арқылы әлсіретуге болады. Сусын құрамында никотин қышқылының жоғары мөлшері бар, оның жетіспеушілігі депрессия мен күшті жоғалтуға әкеледі. Түймедақ шайы бауыр мен өт қабын тазартқыш ретінде қолданылады, бірақ үлкен мөлшерде, дәрі ретінде, оны кеңес бергеннен кейін және дәрігердің бақылауымен ішу керек. Ұстамалы ауруларда. Дәріханалық ауруды басатын дәрілермен бірдей әсер беретін өсімдіктің бар екенін Пенсильвания ғалымдары дәлелдепті. Олар ауруларды 2 топқа бөліп, біріншісін түймедақ сығындысымен, ал екіншілерін басқа дәрімен емдеп көрген. Нәтижесінде түймедақ гүлімен емделгендердің жағдайы жақсарған. Сол себепті де өзіңізді жайсыз сезіне бастасаңыз, осы емді қолданып көріңіз. Көз астындағы қара дақты кетіреді, түймедақты косметикалық мақсатта да пайдалануға әбден болады. Ол ісікті басып, көз айналасындағы теріні ағартады. Ол үшін 2 пакет түймедақ шайына қайнаған су құйып, суытып қойыңыз. Суылған соң көзді жұмып, түймедақ пакеттерін қабағыңызға қоясыз. 10 минуттан соң пакеттерді алып тастап, көз айналасын салфеткамен сүртіңіз. Сіңген көздер қалыпқа келіп демалып қалады. Қан құрамындағы қант жоғарылағанда. Түймедақ шайын күнделікті ішкен жағдайда 2-ші топтағы қант диабетімен ауыратындардың қандағы глюкоза мөлшері қалыпқа келетінін Иран ғалымдары дәлелдеген екен. Бұдан жақсы нәтижеге жету үшін зерттеушілер бір шыны түймедақ шайын түсте және кешке тамақтанып болған соң ішу керектігін айтады. Іш ауруларында. Іш өтіп ауырғанда немесе балалардың ішіне жел толғанда түймедақ ауырғанды басады. Дәріні шай сияқты демдеп ішу керек. Етеккір алдында бел ауырса. Жылы ваннаға бірнеше тамшы түймедақ гүлінен алынған эфир майын тамызып 10-15 минут жату керек. Сонда көңіл-күйіңіз қалыпқа келіп арқаның, белдің ауырғаны басылады. Жоғарыда берілген барлық кеңестерді дер кезінде пайдалана білсеңіз, денсаулығыңыз сыр бермейтін болады. Түймедақ гүлі өт жолына тас байлану, тұмау, бас ауруына ем ретінде қолданылады. Өсімдіктен алынған эфир майы жүйке жүйесін жақсартып, ми тамырларын кеңейтеді.
Асқазан ішек жолдарының жұмысын түзеп, өттің дұрыс істеуіне және тәбеттің ашылуына көмектеседі. Бұлшықеттің де жұмыс қабілетін арттырады. Түймедақтың қабынуға қарсы тер шығаратын, ауырған жерлерді тыныштандыратын, бұлшықеттердің тырысуына қарсы әсер ететін қасиеттері де бар. Сонымен қатар қан тоқтатып, микробты жоятын дәрі ретінде де кеңінен қолданылады. Халық медицинасында өсімдік гүлдерінің тұнбасынан жасалған дәрілерді асқазанның, тоқ ішектің қабынуын, бауырдың, бүйректің ауруларын емдеу үшін пайдаланады. Суық тигенде 2 шай қасық түймедақ гүлін 300 гр. Суға қайнатып 4 сағат бұқтырып тұнба жасау арқылы пайдалануға болады. Тұнбаны астан бұрын ішу қажет. 2 ас қасық гүл үгітіндісін 1 стақан қайнаған суға салып ішу керек. Сүзілген тұнбаны тер шығаратын дәрі ретінде ыстықта ешкен дұрыс. Бұл тұнба асқазан ауруына да көмектеседі. Бел ауырса, түймедақ гүлін ұнтақтап тұзы жоқ сары майға араластырып, белге жағуға болады. Жүйкесі сыр берген адам түймедақ тұнбасы қосылған бұл бұлауын қабылдаса, оның пайдасы орасан. Сондықтан түймедақ өсімдігін үнемі пайдалансаңыз болады. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.